Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен сметанник пирогының рецептінен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: електен өткізілген ұн, қант, бөлме температурасында сары май, бір жұмыртқа және қопсытқыш. Барлық қажетті заттарды видеоның астына қалдырып кетемін. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қант және сары майды қосып, жұмсақ және үгітіліп тұратын песочный қамыр илейміз. Бұл жерде сары майымыз және жұмыртқамыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Мінекей, қамырымыз дайын болып қалды. Осылай қолмен істегенде үгітіліп тұру керек. Енді осыған бір тал жұмыртқамызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болып қалды. Осындай жұмсақ және қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға қаймақ, оның үстінен 4 жұмыртқамызды және қантымызды салып араластырамыз. Және бұл жерде араластыру кезінде ешқандай миксер, блендерді қолданудың қажеті жоқ. Жай ғана венчиктің немесе шанышқының көмегіменен 15-20 секунд араластырсаңыздар жеткілікті болады. Мінекей, салмамызды дайындап болдық. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Ол үшін алдымен формамызды осылай дайындап аламыз. Астына пергамент қағазын төседім. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, екі бөлікке бөлеміз. Үлкен, кіші. Үлкен бөлігін форманың табанына жаятын боламын. Ал кіші бөлігіменен жан-жақтарын, яғни бортиктарын жасаймыз. Бұл жерде ешқандай оқтаудың көмегі қажет емес. Қолмен осылай әдемілеп отырып жайып шықсаңыздар болады. Қамырымызды жайып болды. Енді жан-жақтан осылай шанышқының көмегімен тегістеп аламыз. Бұл бізге әдемі болу үшін қажет. Дайын болғаннан кейін осылай салмамызды құйып шығамыз ортасына. Одан кейін бетін тегістеп, қызып тұрған пешімізде жақсылап отырып пісіріп аламыз. Тағы бір айта кететіні, пирогымыз дайын болғаннан кейін пештен алып, суығаннан кейін бірақ формасынан алыңыздар. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Өте нәзік, жұмсақ және дәмді болып шығады. Үйлеріңізде жасап, қонақтарыңызға немесе үйдегілеріңізге ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.